Османчиктің жағдайын сұрап жатқандарға вроде нормально, бүгін күліп жақсы болып қалдым. Жаңағы кеше түнде Айгүл мамам емдік су беріп жүрген, мына суды оқытылған, емдік су деді, осы суды оқытылған екен. Бір каплясын тамызбай төкпей бер деген, соның кішкенесін міне ішіп қойды. Османчикке бердім осы суды. Бүгін күліп жақсы оқып түтінде берген болатынмын уже. Енді білмеймін енді не болатын, бүгіндікке енді 3 рет қана іш өтті. Пока нормально сияқты енді. Посмотрим до вечера, понаблюдаем. Понедельник шығатын шығармыз, наверное, больницадан, скорее всего. Бірақ ертең шығамыз ба деген үміт бар енді. Вроде көңіл күй жақсы, бірақ сәл-сәл мазасыз да, кішкене андай деп қыңсылап сондай болып тұр. А так басқа жағынан барлығы жақсы. Сосын қазір нет персоналдарға суши пицца заказ бердім. Қанша анақта жұмыс жасап жүгіріп жүр барлығын. Сонымен қой бір Акадзакидің дәмді суши пиццаларын заказ бердім. Қуантып қойын деп заказ беріп қойдым, қазір алып келіпті. Осылай Акадзакидан толтырып тамаққа заказ беріп қойдым. Рахмет. Өзіме де кішкене алып қалам, потому что Акадзакидің тамақтары өте дәмді. Пицца барлығына заказ бердім. Ухаживать етіп жүгіріп жүр. Акадзакидің бір жақ жері 24-те 7 жұмыс жасайды біледі. Пиццалары, кстати, тестосы барлығы өте дәмді. Қараңыздар, сырный пицца. Бір емес, мына жақта 4 түрлі пиццаға заказ бердім. Болған кола, наггетсы, крылышки, мына жақта барлығына заказ бердім. Плюс фри, эноки с курицей. Так божественно вкусно. Қазір өзіме кішкене алып қаламда, қалғандарын таратамын. Анным сен де қарның ашып кетті ма? Жаным тұрып алған ғой. Ердесі қолын созады маған. Жаным. Ұялмай өзім жеп жатырмын. Балаға бұндай жеуге болмайды. Деген тамақ көп. Сестренкам келіп кетті. Тамақтар алып келді. Міне келгенім көрейік. Бұның барлығын қашан ішіп бітемін. 5 бармақ, мама. Сорпасы. Курица в сливочном соусе с рисом. Мен сонда эстетичный, сонда ресторанский тамақтарды жақсы көремін негізі ше. Менің бүкісімді біледі ғой, жаным. Қарасаңыздар, салатым мен. Мына салатты қараңыздар. Ал не дейсің? Мына жаққа бір банкет жасап жүрем ба, бір нәрсе болып тұрса да банкеттеу бірдеңке жасайтын. В общем, 5 бармақтан бірінші асайын деп тұрмын. Ас болсын, мынаны жемесем күнә болайын деп тұр ғой, күнә. Алишер, саған көп рахмет. Менің класстасым. Бір айттым, болды, все дедім. Сосын енді көп рахмет. Алматыға келіп алып достар, страшно суық қой. Ой, Алматыға неге келе бересің деп достар шақырғаннан кейін келем. Не қытасы шөлде күнде көретін болдым. Мен балам болып кеткен ғой бұл. Баламнан айттым ғой, бірақ жас үлкен деп. Өзі молодец, сондай мобилограф, неше түрлі күшті видеолар жасайды. Обычно телефонмен ақ. Андай біз жақсы көреміз ғой, өз қазақтар ше, біреудің ақшасын санағанды. Біз қазақтар сонан жоқыншы табады екен деп ше. Адамдарға қызық болсын. Примерно айына просто видео түсіріп қанша табасың? Жоқ дегенде, в среднем. Тұрақты 600 бен 700 арасында. Тұрақты. Кей кездерде 900 бен 1.300 арасында. Әні, тұфай. Көбейе берсін, берекесі болсын, ақшан көп болсын. Көрдіңіздер ма, достар, не бары жасы 18-де. 18-ге өз толғаны бір ай болды. 17 жасынан бастап, не? 16 жасынан бастаған. Өздеріңіз ойлаңыздар, телефонды барлығымыз қолданамыз. Телефонды барлығымыз істейміз да, сода просто даже қайтып видео түсіріп, біреуге бір фото түсіріп жүрсек, ой, мен түсіре алмаймын дейді ғой. Действительно ақша керек адам осылай оқиды, жасайды. Әйтпесе, кәдімгі өзімізде жасай алатын нәрсе ғой. Просто әркімнің фантазиясы әртүрлі. Брекетатормен түсінеді ойлаймын. Себебі каждый ай сайын барып несін дугасын ауыстырасын. Сым ғой, брекет сымы. Резинасын барлығын ауыстырады. И енді алдыңғыны барып ауыстырған. Самый последний азу түсімдегі брекет сымы қалды да
дейді. Менің ана оң жағы кәдімгі ісіп кетті. Потому что ана темір ғой шүкір. Сол деген қайта сөйлесем де, тамақ жесем де тиіп, былай жарақып тастады. Ісіп кетті кәдімгідей. Соны енді қазір барып ауыстырайын деп бара жатырмын. Енді босадым, потому что жаңағы стоматологқа хабарласып, кешкісін болса да келейінші, пожалуйста. Камера на 50. Болып жүрмін, бұрын кетіп барлардың үстінен. Кәдімгі сөйлей алмай қалдым. Ісіп кетті. Енді келдік. Жетте басталады. Сағат 8-ден асып кетті уже. Біздің билет ұшақтан кіресің деді. 3-ші этаждан. Дикон, күшті ма? Талғар лечкасы. Яс? Күшті ма? Күшті ма? Не, молодец. Сол Талғар қаласында жүргенімізде қазір ауылға барайын деп жатыр. Нұржан мамасымен екі бала ауылға кетіп жатыр. Ауылға келіп қалдық. Күшік па? Ит дейді ғой. Қата. Қалыңыз. Қалай? Жылы ма? Машина апарамыз, өзің барасың. Вау! Мама? Демейсің ба? Папа дей салады. Ұшым осылай бұдан элементар бойлап келді. Тура таңғы 5-те тұратын кеш шағылшын. Таңертең кешке, обедте деймін. От жағайын деп жатыр. Ауылдың баласы енді. Ауылдың баласына тұрмысқа шықтық енді. Үйде осылай жылтады, я? Только этот, мой товар никого не заказывает. Рис, гречка, сахар, вот это не берите, потом